Сарыағаш қаласында орналасқан Жалын зияткерлік мектебінде де алғашқы қоңырау мерекесі өтті. Шараға оқушылардың ата-аналары мен мектеп ұжымы қатысты. Сондай-ақ оқу ордасына алғаш қадам басқан бүлдіршіндер, яғни бірінші сынып оқушыларын орталық директоры құттықтады. Жалын мектебінің салтанатты шарасында домбыраның әсем үні шырқалып, оқушылар би билеп көп алдында бар өнерлерін көрсетіп қалуға тырысты. Сондай-ақ балабақшадан үлкен ордаға қадам басып келген бірінші сынып оқушылары да жаттаған өлең шумақтарын оқып берді. Сәлем саған мектебім, алғыстарым көп менің, оқу білім, тәрбие, ой санама еккенің. Бүгінгі нені Жалын мектебіне бірінші рет келіп отырмыз, балаларымды көріп отырмын. Көрдім, ашылуын көріп отырмын. Өте жақсы, маған ұнады. Алдындары естігем Жалын мектебі жайлы. Сол Шымкент қаласынан ауысып келіп отырмыз. Балаларымды келдім. Жалын мектебіне сәттілік тілеймін. Қанша бала барған сізде? Дәл осы мектепте оқып отырмын. 2 бала. 2 бала. 9 сыныпқа 2 баламды. Шараның жалғасында мектеп директоры сөз алып, оқушыларды сонымен бірге бірінші сынып бүлдіршіндерін алғашқы білім күнімен құттықтады. Оларға білім жолында мықты болып, елдің ертеңіне қажетті мамандар болып өсу қажет екенін атап өтті. Бір оқу жылының ішінде оқушылар мен ұстаздарымыз өте жоғары нәтижелерге жетті деп айтсам болады. Оқушыларымыздың саны көбейді, білім сапасы артты. Мына оқушыларымыз да, мұғалімдер де түрлі білім сайыстарына, өнер сайыстарына, спорт сайыстарына қатысып, марапатталып, жоғары жүлделі орындар алып бізді қуантты. Өте көп іс-шаралар өтілді мектепте. Ауданға Жалын мектебі танымалы болды. Осы жолымыздан таймай, биылғы оқу жылында да жоғары дәрежеде білім көрсетіп, жақсы тәрбиелеп, оқушылар екенімізді көрсетіп, білімді ұстаз екенімізді көрсетіп, ауданда жақсы мектептердің қатарына қосыламыз деген сенімдемін. Ал енді осы білім теңізіне барлығымызға ақ жол. Жалын мектебінде 350-400 аралығында оқушы білім алады. Нысан күрделі жөндеуден өтіп, талапқа сай жасақталыпты. Сондай-ақ жаңа оқулықтармен қамтылған. Айтпақшы, бірінші сынып оқушыларына алғашқы кітап әліппе таратылды. Биыл Шымкент қаласынан біз жаңа оқулықтар әкеліп жатырмыз. Бірінші сыныпта оқу бағдарламасы өзгерді, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бірінші, екінші сыныптарға қазір міне су жаңа оқулықтар келді, кеше тарқаттық. Ең негізгісі мына мектебіміз пед кадрлармен қамтамасыз етілді толық. Міне қазір келіп жатқан. Қанша мұғалім бар? Қазір бізде мектепте 37 мұғалім бар. Бірінші 9 сыныпқа дейін сыныптарымыз мектепте. Мектепке келген ұстаздардың барлығы жоғары білімді, университет бітірген мұғалімдер, көпшілігі қызыл дипломмен келіп жатқан жастар, қуантарлы жағдай. Сондықтан мен ойлаймын, биыл біздің оқушыларымыз сапалы білім, саналы тәрбие алуға әбден мүмкіндіктері бар. Ал енді бүлдіршіндеріміз, білім алушыларымыз жақсы осы мектепте білім алуға біз барлық қолайлы жағдайды жасаймыз. Жалын мектебіндегі шара осылайша жоғары деңгейде өтті. Ал оқушылар мен ұжымға алдағы маусымда қажымас қайрат тілейміз. Мейірхан Бақытжанұлы, Ержеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.